Қайырлы күн, әлеуметтік желі пайдаланушы оқырмандар. Облыстық арнаулы кітапханасы ақпарат айнында атты 53-ші шығарылым аясында мерзімді басылымдарға онлайн шолуды жалғастырады. Жергілікті басылым Сыр бойы газетінің 86-шы санында маңызды саланың жұмысы пысықталды атты мақаласы жарияланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрдің орынбасары Роман Склярды қабылдады. Президент Германиядан инвестиция тартуға, екі елдің бизнес саласындағы ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға, Қазақстан экономикасы үшін маңызды саналатын бағыттардағы бірлескен жобаларды іске асыруға қатысты атқарылып жатқан жүйелі жұмыстар жөнінде ақпарат берілді. Үкіметтің жұмыс тобы осы бағыт бойынша перспективасы бар бағыттар мен жобаларды одан әрі пысықтау үшін тұрақты түрде кездесулер өткізуде. Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстандағы машина жасау саласын дамыту үшін жүргізіліп жатқан кешенді жұмыстар туралы баяндалды. Кездесу қорытындысы бойынша президент Қасым-Жомарт Тоқаев жүргізіліп жатқан жұмыстардың маңызды екеніне назар аударып, бірқатар нақты тапсырмалар берді. Осы санның 6-шы бетінде рухани жаңғыру айдары мен әнге айналған әйгілі есім атты мақаласында композитор Кеңес Дүйсекеевтің тұлғасы мен шығармашылығы хақында айтылған. Әр жүректің тылсым тереңінен сыр тартқан Кеңес Дүйсекеевтің әсем әуендері қазақ ән өнерінің көрмесінде жауһардай жарқырап тұр. Оның аяулы ел сүйген есімі шырқау биікке шығып алған. Бұл биікке әрине темір етігі тебендей болған ұзақ сонар жолмен жүріп жетті. Әкесінен 5 жасында айырылды. Ол бір суреті жоқ заман еді. Мүмкін үлкен кісілердің ақырда сұрауы болады деп сөзге түспейтіндігінен шығар. Сондықтан бала кеңес те, дара кеңес те асыл адам бейнесінің қандай екенін елестете алмайды. Осы санның 6-шы бетінде рухани жаңғыру айдары мен бір құнды жәдігер мақаласы жарияланған. Кесе қап, кесе салатын қалта. Дәстүрлі қазақ қоғамында көшіп қонуға лайықталып, басқұрдан, былғардан жасалған. Кесе қап, аяқ қап, қол дорба сияқты төрт бұрышты етіп жасалмайды. Ұзындау келген, тоқылған жалпақ басқұрға кесе сиятындай етіп қалта тігеді де, әр қалтаға кесе салып сынбайтындай етіп орауға лайықтап жасалады. Оны қалташық деп атайды. Қалташықтар кейде жалпақ басқұрдың орта шеніне тігіледі. Екі жиегін айқастырып орауға лайықталып жасалады. Кесе қаптың сыртынан байлайтын бауы болады. Кейін кесе қаптарды былғардан да жасайтын болды. Қазақ шеберлерінің қолынан шыққан теркеш, кесе қап, шыны қап деп аталатын мүліктің тарихы өте қызық. Кесе қаптың пайда болуы 18-ші ғасырда қазақ арасында Қытайдың фарфор ыдыстары кеңінен тарай бастаған мезгілге сәйкес келеді. Ол кезде Қытайдың фарфор фаян ыдыстары өте қымбат бағаланатын әрі әркімнің қолына түсе бермейтін. Сондықтан осындай бұйымдарды сындырып алмау үшін қазақтар мен Орта Азия шеберлері ағаштан, шиден, тобылғыдан иіп, тоқып, теріден, көннен кесе қаптар жасап, фарфор ыдыстарды соның ішіне сақтап тасымалдайтын болған. Көшіп қонып жүргенде шыны кеселер қирап қалмас үшін халық шеберлерінің қиялынан туған кесе қаптың сапасы жоғары болған. Кесе қаптардың сыңар емшек, қос емшек, үшем емшек деген түрлері болады. Сонымен қатар теріден, киізден, қайыңның қабығынан жасалған түрлері де бар. Кесе қаптың бетін жас қозы терісін илеп, жабыстырып, әшекей бұйымдармен безендірген. Жиегіне жас құлынның жалы жабыстырылған. Себебі құлынның қылы шаң тозаңды өткізбеген. Осындай мәні терең тұрмыс құралдары өкінішке орай музейде ғана сақталған.